Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар! Отыр алыңыздар. Бізде қазір қандай сабақ балалар? Қазір балалар мәжілеге келіп, қатты шөлдерді қазір өздері қалаған топқа отыра алыңыздар. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайындығыңыз қалай? Тамаша! Балалар неше? Бізде балалар оқып жатқанымыз қандай тарау? Атақты тұлғалар! Ал атақты тұлғалар дегеніміз кімдер? Кімдерді оқыдық біздер атақты тұлғалардан? Жамбыл Жабаев, Нұрбеге? Ахмет Байтұрсынов, Арсен? Мұхтар Мирас? Абай Қанабаев, Әбілай Алтынсарин, Мұхтар Ауес? Хан Абылай, Ахмет Байтұрсынов? Абу Насыр Әл-Фараби, Али? Мұхаммед Сағынбаев, Шәрекет балалар. Қазір балалар. Сендердің алдарында осы ұлы адамдардың суреті тұр. Қазір әр топ өздеріңіз қалаған ұлы адамның біреуін таңдайсыздар, соған тоқталамыз. Себебі біздер бұл адамдар туралы оқыдық. Қазір не білетінімізді ортаға саламыз. Қазір топ жетекшілерге өздеріңіз таңдай қойыңыздар. Al dayınlama oraya. Daha dayınız var mı? Var mı kızlar oraya? Aldığım şimdi bakın orası geliyordur. Yes? Әл-Фараби шығыстың ойшылы. Ол 830 жылы Отырар қаласында дүниеге келген. Ол философ, математик. Еңбекте жазып қалдырған. Ол ғұлама ғалым. Жарайды, Әбілай Алтынсарин 1843 жылы дүниеге келген. Туған жері Қостанай облысы, Қостанай ауданы. Әбілай Алтынсарин 3-4 жасында әкесі дүниеден қосып, атасы қолында тәрбиелеген. Әбілай Алтынсарин бала кезінен бастап білімге құштар болған. Ол бос уақытында кітапханада өткізген. Әбілай Алтынсарин 1864 жылы Торғайда мектеп ашқан, ал 1876 жылы қазақша хрестоматия жазған. Ел балалар оқулық деген өлеңінде жастарды білімге оқуға шақырады. Өте жақсы, Абай ұлы ақын, композитор, философ, аудармашы, саяси қайраткер, шын есімі Ибрагим, бірақ желі әншісі оны Абай деп атаған. Абай 1845 жылы 10 тамызда Семей облысының Шығыстау баурайындағы Қасқабұлақ ауылында дүниеге келді. Оның білімге деген құштарлық пен сүйіспеншілікті шешуіне білген адам Зере әжесі. Зере әжесі халық ауыз әдебиетін жілік меңгеріп, оны немересінің біліміне сіңіре білген. Абай Құнанбаев 170-тен астам өлең жазды. 56 аударма мен 45 қара сөздің авторы. Және де 20 шақты әуен шығарып, оларды өз елінде композитор ретінде ел тарихында өшпес ізін қалдырған.
Жарайды. Ендеше біздің үйге берген тапсырмамыз да ұлы адамдарымыздың бірі. Қандай мәлім береді бізге? Қазір балалар осы үй тапсырмасынан түсінгенімізді кезекпен айтамыз. Бұл шығарманың авторы кім балалар? Ахмет Жұбанов дегеніміз кім екен? Кім туралы айтып кетеді? Ахмет Жұбанов 1906 жылы туылып, 1960 жылы дүниеден озған. Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ол композитор, қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, дирижер. Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін құрған. Абай операсын жазған авторлардың бірі. Жарайды, өте жақсы. Енді осы хаттың бойынша түсінгенімізді кезектен айтайық. Бірінші топтан кім бастағысы келіп отыр? Нұрберге бастайық ғой. Жалғастырамыз қазір. Ақмола құс құрмаларымен өзен бойына жидектеліп болған кейін үйіне барған кезінде төрде бір бейтаныс кісі отырады. Ол кім екенін білмей, оның түр әлпетіне қарамай, оған мән бермей өз бөлмесіне қарай барады. Ол сосын бейтаныс кісі айтады: сен әке-шешеңмен жалғыз кісі Ақмандай артық еспедің дейді. Сол кезде Ақмандайдың жауабы иә дейді. Ол көрпешеге жайланып отырады да сары домбырасын алады да алғашқы бір-екі рет теріс айналғанын байқайды. Аға, екінші топтан жалғастырамыз ба? Кім жалғастырғысы келіп тұр? Кім тағы да? Ілияс? Ол қабағын шытады да ата-анасына қарайды. Ал ата-анасы төрде отырған қонаққа қарайды. Ақмандай өзінің домбырасын алып күйін тарта бастайды. Күйін тартып болғаннан кейін төрде отырған қонақ айтады: күйді жақсы тартады екенсің деп домбырасын сұрайды. Ақмандай сасқаннан домбырасын береді. Жарайды. Үшінші топ, өте жақсы. Үшінші топтан кім айтқысы келіп тұр? Жалғастырамыз. Арнайы жалғастырамыз үшінші топ. Нұрали. Қонақтың домбыра тартқан үйде үш тыңдаушына сырқалап тастағандай. Мына қонақ домбыраны жақсы тартады екен деп айтады. Күй аяқталғаннан кейін үйдегі қарт кісі үнсіз отырады. Сәлден кейін: шырағым, сен домбыра тартқанына қарап отырмын. Сен домбыраны жақсы тартады екенсің. Қызылға тұруынан шыққан Құрманғазы деген күй күдірі бар деуші еді. Сен сол сірә боларсың дейді. Осақ болармыз деп қонақ сәл күлімсірейді. Осы ұлы композитор Құрманғазы Сағырбай ұлы еді. Сонда оның күй тартқаны серпер екен. Үйге келген бөлме қонақ кім екен? Құрманғазы Ақмандай деп отқаныңыз кім? Дина Нұрбекова. Осыдан Дина Құрманғазымен танысып, оның шәкірті атанады. Бертін келе Дина ұлы күйшісі. Ал қазіргі кезде де біздің күйшілеріміз бар ма? Кімдерді білеміз бізде күйшілерді? Бар ма еді күйшілеріміз қазіргі кезде де? Сәкен Тұрсынбек. Дұрыс, сосын. Алысбек. Естеріңе түсіре қойыңдар, Сүлеймен Балтбек. Дұрыс. Айбек. Алысбек Еңсепов. Асылбек Еңсепов, бұл біздің қазіргі күйшілеріміз. Жарайды балдар. Енді сонымен бүгінгі әңгіме бойынша Құрманғазыға тоқталып кетейікші. Сонымен Құрманғазы кім болды? Өмірбаяны. Бірінші топтан кім тоқталғысы келіп тұр? Мансұр. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеге озған. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Шетел ауылында дүниеге келген. Қазақтың ұлы күй атасы атанған ұлы күйші композитор. Түркпен күйдің шебері, жастайынан өнерге құмар болған
Құрманғазының ұстазы ұзақ дейтін күйші болған. Оның әрбір күйлері өз заманының тарихына, тұрмыс тіршілігіне белгіленген. Оның әрбір күйлері өзінің басынан өткен оқиғаларға жайлы баяндалады. Өте тамаша. Құрманғазының күйшісінде балалар? Динаға тоқталатындарыңыз бар ма? Дина Нұрпейісова туралы. Ардақ айта қойшы. Дина Нұрпейісова 1861 жылы Жаңақала ауданы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Қазақтың әйгілі күйші композиторы, Қазақстанның халық әртісі Дина Нұрпейісова Құрманғазының талантты шәкірттерінің бірі. Және күйші сазгер, оның бұлбұл еңбек ері, әсем қоңыр жеңіс деген күйлері бар. Бүгінгі сабағымызда, жаңа сабағымызда тағы да бір ұлы адам туралы оқимыз. Тағы бір ұлы адаммен танысамыз. Ұлы күш атасы, алып күш иесі кім бала? Ендеше дәптеріңізді ашамыз, бүгінгі күннің жағдайы. Сабақтың тақырыбы. Наурыздың жаза бар. Үші. Navruz'un kışı, kış atası. Kış atası. Болдық па бала? Балдар, біздер күрестің қандай түрлері білесіңдер сіздер? Қандай күрестің түрлері бар? Грек-рим күресі, Қазақстанда танымал қандай күрестер бар? Еркін күресі дейді, самбо дейді, қазақша күрес бар, тағы қандай күрестер? Грек-рим айтты, дзюдо. Ал енді біздің класста бар ма күресте үйірмесіне қатысатын балдар бар ма? Кімдер бар? Нұрдәулет сен қатысасың, сосын кім қатысады? Үйірмеге. Ал сен қандай күреске қатысасың? Қандай еркін күресте, иә? Ал енді балалар, әрбір күрестің, әрбір ойынның өзінің ережесі бар, иә? Сен өзің ережеңді айта алшы? Кеңес, қамал, басы, қыспа, кеппе. Жарайды. Ал осыны әрбір ойынның ережесін өте білетін балалар. Жарайды балалар. Бүгінгі оқитын сабағымызда тағы да бір күрестің түрімен танысамыз. Және халық күш иесімен танысамыз. Тақында қарап ойыңыздар жаңа сабағымыздан Қажымұқан Мұңайтпасов туралы білеміз. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқы бірінші болып, өзге жұртқа өзіне бұрынғы қандастары баспаған топырақта ауысқан. Көрмеген елді көріп, өзі қазақ тақтаған алтын күміс медальдарды кеудесіне ал қазір тауызды ашамыз. Балуан деген мәтінді бастап кетеміз. Балуан. Қажымұқан Мұңайтпасов өте алып күш иесі болған. Ұлы Отан соғысы кезінде өз өнерін істеген балалар. Көрсеткен. Қандай көрсеткен ол циркте? Тісімен шеге суырып, түскен ақшаға оны соғысқа көрсетсіздіға қандай өнерді көрсетіп, өзінің отанына деген сүйіспеншілігі көрсеткен екен. Ал ұстаймыз, ашамыз жаңағыдағымыз. Так, Нұрдәулет. Қажекең жер шарын 24 елін аралап, олардың балуандарымен кездескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Медальдардың ені бір жағын қарыс қызыл, масаты жотағаттағы кеудесін аялдыра асына қалатын болды. Ол 1905 жылы Қытай еліне
Бұл сапарға Ресейден 18 балуан қосылған еді. Құрамында подобный болмайды. Қажекен ресейлік балуан подобныймен бірге жүріп күресетін. Ол жүрерінде подобныйға құлайды. Қажымұқан, қасындағы серіктердің сенімді жігіттер, бәрі де алыптың күшесі. Бірақ олар әлі ысылмаған жас балуандар. Сондықтан үлкен балуан келгенде белдесуге өзің шық дейді. Қажымұқан досының осы сөзін есен шығарды. Сайыс Харбин қаласында еді. оған 30-ға жуық балуан жиналып ұшынасады. Алғашқы күнге бірер күрестің өзі Ресей балуандарының басымдығын көрсете бастайды. Арада бірер күн өткен соң кілемге старт еткен дейді балуан шығып ашақ күресіне түседі.